Армысыздар менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңдер. Күйеуімнің төсектегі танымсыздығынан ажырасып тындық. Батыс өңірдің қызымын, Алматыда тұрып жатқаныма 30 жылға жуықтады. Жастарға кеңес ретінде өз өмірімде болған күрделі кезеңде сөз еткім келеді. Алланың берген бір ұлы мен бір қызым бар. Ұлым үйленіп, одан 4 немере көріп отыр. Қызым да тұрмыста, бірақ әлі нәрестелі бола алмай жүр. Қызыммен сырласып отырып сұрасам, күйеу балам төсекте аса белсенді емес көрінеді. Қызым оны қатты сүйеді, бірақ төсекте күйеуінен қанағаттанбайды екен. Бала көтере алмай жүргенім де сондықтан деп қауіптенеді өзі. Ал менің қызыма айта алмайтын сырым бар. Мен де жас болдым. Пединститутта оқыдым. Институт бітірер жылы Әлімғазы деген жігітпен көңіл жарастырып, екеуміз үйлендік. Жамбылдың жігіті еді. Екеуміз жас отбасының шаңырағына көтердік. Жұп-жуас жігіт, ата-анасы да айналасында сыйлы екен. Бара сала мен мектепке Әлімғазы колхоздың жұмысына тұрдық. Алғашқы 2 түннен соң 2 күн орнымнан қозғала алмай жаурап жаттым. Енем мен қайным әпкелерім демдеп жатып, әрең дегенде орнынан тұрғызды. Содан кейін төсек қатынасы десе қорқатын болдым. Әлімғазым жуас болғанымен нағыз қара күштің иесі. Төсек қатынасының төресі болып шықты. Bir түнде кемінде 5-6 мәрте шабады. Оған көнбей ауырып қалдым деп теріс қарап жатып алсам, таңертең қабағы қатуланып, жұмысқа ренжіп, көңілсіз аттанып болады. Содан не керек, бірінші балама аяғым ауырлап, Әлімғазаның азабынан сәл де болса құтылғандаймын. Бірақ соның өзінде жатар кезде 1 мәрте, таңертең оянғанда 1 мәрте шапасы көңіл көншінбейді. Абысынымдармен сырласып, түнгі майдан жайлы сұрастырсам, олардың күйеулері 2-3 күнде 1 мәрте ғана болады екен. Тіпті күйеулеріне қанағаттанбайтынын, күнде болғысы келетіндіктерін де айтып қалады. Ал мен аза бойым қаза болып, денім түршігеді, соны ойласам. Сонымен ұлымды жарық дүниеге әкелдім. 2 ай бойы күйеуімді жаныма жолатпадым. Күйеуім баладан бұрын маған емініп тұратын. 2 айдан соң қайта басталды баяғы әуен. Әбден шөлкіреп қалған ба, таңға дейін 7-8 мәрте жұлқылап шығады мені. Бұрынғы көргенім күнім ба, жұмақ ба деп қалдым. Таңертең ұйқым қанбай, іш құрылысым ауырып, аяқтарым сырқарап тұратын болды. Сөйтіп жүріп, екіншімді көтердім. Біріншісінде аяғандай болған күйеуім, екінші баламды көтергенде кезде де төсекте түткіленіп қоймайды. Перзентханаға түскенше артымнан келіп артыла беретін. Бірақ екінші сәбиімді босануым өте жеңіл болды. Дәрігерлердің күйеуімнің түнгі еңбегін жақсы бағалап күліп жатты. 2 баладан соң мен біраз демалам деп шештім. Жұмысымды да дұрыстап, оның үстіне ата-енемізден енші алып бөлініп шығуымыз керек еді. Сонымен бұл ойымыз Әлімғаза да қолдады. Бірақ нағыз азап енді басталды мен үшін. Күйеуім төсек қатынасының түр-түрін ойлап шығаратын болды. Оның бәрін кімнен, қайдан көріп үйреніп жүр, қазір ойласам басым жетпейді. Шынын айтсам, сол кездері әрбір төсек қатынасының арасы ұзаса 40-45 минут қана болатын. Енді көзің іліне бергенде күйеудің тұла бойында сипалап, емініп, өліп жатқанын. Әлімғазамен бұл тақырыпты талай сөйлестім. Жуас күйеуім, шыдай алмаймын, күнде сігіп тұрмасам сені болмаса деді. Күндерім күнде жылаумен өтетін болды. Денемдегі қорқыныш сезімі ауруға айналды. Кеш батпаса екен, Әлімғаза үйге келмей қойса екен деп тілейтінмін. Елдің күйеулері құсап ішіп кетіп үйге қонбай қалатында әдеті жоқ. Құрғырдың кеш батпай жатыр, тракторын тарылдатып үйге қарай құстай ұшады. Келе сала мені құшақтайды. Bir күні үйге анам келгенде бар сырды жасырмай айтып, еңкілдеп жыладым келіп. Енді болмаса өлетін жағдайға жеткенімді айттым. Ертесі анам мені аудан орталығына апарып дәрігерлерге тексертті. Жағдайымның қиын екенін, жатырда ісік пайда болғанын естіп, есеңгіреп қалдым.
Сосын оларға да басымдағы жайтты жайып салдым. Содан анам құда мен құдағайын шақыртып, бәрінің ортақ әңгімеге тартып, біздің шаңырақтағы түнгі құпиямызды айтты. Сөзінің соңында құдағайын рұқсат сұрап, менің ауруға шалдыққанымды, күйеуім баласын жазғырмайтынын, ол да бір жаратылыстың ерекшелігі екенін айтып, мені өзімен бірге алып кетті. Екі баламды анам бағып қағып өсіріп берді. Мен сол кеткеннен Алматыға келіп, Алматы ауыр машина жасау зауытында 20 жылға жуық жұмыс істедім. Қазір Құдайға шүкір, немерелерімнің ортасында отырмын. Біз ажырасқан соң 3 жылдан кейін күйеуім тағы бір мәрте үйленіпті. 3 қызы бар деп естідім ол әйелмен. Құрметті көрермендер, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз.